Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Қадірменді студия қонақтары, хабарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі хабарымызда жасыл энергетиканы дамыту және жаңартылған энергия көздерінде дамыту мәселелерін жан-жақты талқылайтын боламыз. Хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Рүстем Қадырбеков, Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі жаңартылатын энергия көздері департаментінің директор орынбасары. Алмас Сайын электр энергиясын дамыту және энергия үнемдеу институт акционерлік қоғамы энергия үнемдеу саясатын дамыту департаментінің бас маманы. Руслан Нұрмағамбетов электр энергиясы мен қуат нарығының қазақстандық оператор акционерлік қоғамы қаржы және қызметті қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры. Қазір бізге Zoom арқылы байланысқа шығып тұрған спикерлер бар. Айбар Олжаев, экономист, Гүлбазар Медиева, Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігі халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығының ғылыми бағытының жетекшісі. Сонымен талқылауымызды бастасақ, қазір мен ең алғашқы сұрақты энергетика министрлігінің жаңартылатын энергия көздері департаментінің директорының орынбасары Рүстем Қадырбеков мырзаға алғашқы сұрақтарымды қояйын деп тұрмын. Жалпы өзі ең алдымен біздің осы жасыл энергетиканы дамыту, жаңартылған энергия көздерін дамыту бағытындағы қазіргі жүзеге асып жатқан негізгі жобаларымыз туралы осы бағыттағы негізгі бағдарламаларымыз жөнінде айтып берсеңіз. Рахмет, сұрағыңызға. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан прогрессивті мемлекет болғандықтан осы жасыл энергетика саласын дамытып келе жатыр. Біз алдымызға қойған нақты мақсаттарымыз бар. Ол ең алғашқы мақсатымызды біз бүгінгі таңда орындадық. Ол 2020 жылы осы жалпы генерациядағы жаңартылған энергия көздері үлесін 3% жеткізу болатын. Біз оны жеткіздік. 2025 жылға қарай біз 6%-ға жеткізуіміз керек. 2030 жылға қарай 15% және де 2050 жылы баламалы энергия көздерінің үлесін қоса алғанда 50%-ға жеткізуіміз қажет. Осы бүгінгі таңда біздің мемлекетімізде 148 жаңартылған энергия көздері нысандары жұмыс атқаруда. Олардың жалпы жиынтық қуаты 2,9 гигаватты құрайды. Жалпы біздің мемлекетіміз осы секторды бұдан әрі дамытатын болады. Алдымызға қойған мақсаттарымызға сәйкес және аукциондық сауда-саттықты өткізетін боламыз. Одан бөлек біздің мемлекет аралық келісімдер арасындағы жобаларды, ірі көлемді жобаларды іске асыратын боламыз. Жалпы енді еліміз бойынша қанша бізде қазір жел осындай электр станциялар немесе күн электр станциялары, тағы да қандай осы жаңартылған энергия станциялары бар? Осы жаңа айтып өткенімдей 148 нысанның басым көпшілігі жел электр станциялары болып табылады. Одан кейінгі бізде шағын ГЭС болып табылады. Одан кейін жәнегі күн электр станциялар. Одан бөлек бізде 4-ші жәнегі биогаз электр станциялар болып табылады. Олардың 3 нысаны бар. Осы Қарағанды, Қостанай, Шымкент жәнегі аймақтарында жұмыс атқарып жатыр. Жақсы. Енді тағы да бір өзекті сұрақ. Жақында мемлекет басшысы осы Әзербайжан еліне барған кезде Қазақстан, Әзербайжан және Өзбекстан президенттер үш елдің энергетикалық жүйесін интеграциялау жөніндегі стратегиялық келісімге қол қойды. Бұл енді осы таза жасыл энергетикаға байланысты келісім екендігі белгілі. Осы келісімнің негізгі мақсаты, негізгі маңызы, алға қойған нәтижелері қандай? Осы атап өткен мемлекеттер осы жасыл энергетика саласына өте үлкен назар аударып отыр. Біздің бұл келісімнің негізгі мақсаты энергетикалық ынтымақтастықты дамыту, келешекте осы таза энергияны Өзбекстан, Қазақстан және Әзербайжан арқылы Европаға экспорттауға шығару. Бірақ оғанға дейін бұл келісім осы біздің мемлекетімізде ратификациядан өту қажет екенін атап өту керек. Жалпы енді осы жобаға байланысты Рүстем мырза, сіздің де пікіріңізді Алмас мырза, сіздің де пікіріңізді тыңдай кетейік. Жалпы осы қалай жүзеге асатын жоба, бұларда қандай бағыттар жүзеге асады? Ол мысалға қандай энергия көздеріне біз назар аударуымыз керек бұл арада? Біз қайда жібереміз ол энергия көздерін? Енді бұл шақты келісім ғой. Бұның әр жағындағы мақсаты не? Европаға шығару ғой біздің ойымыз, осы жаңартылған энергия көздерін. Ол қалай жүзеге асады? Соның жолдарын айтыңызшы, осы меморандумға сәйкес. Стратегиялық серіктестік туралы келісімге қол қою, ол орталық Азия мен Оңтүстік Кавказ өңірлерінің үш жақты ынтымақтастығын дамытудағы маңызды кезең болып саналады. Бұл құжат энергетикалық жүйелерін интеграциялау, сондай Еуропа елдері мен басқа да нарықтарға экологиялық таза энергия жеткізетін сенімді дәліздерді қалыптастыру үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Мұнда Қазақстан ірі транзит аумағы ретінде үлкен рөл атқарады. Қазіргі таңда елімізде жасыл энергетика жағы өзекті мәселе болып табылады.
Аталған келісімшарт нақты нәтижелер үш елдің экономикаларын біріктіріп, орта дәлізді жасыл көпір ретінде дамытуға ықпал етеді. Бұл маңызды салада тығыз ынтымақтастық мемлекеттер арасындағы тәжірибе мен озық технологиялармен алмасуға серпін береді және энергетикалық қауіпсіздікті нығайтуға жол ашады. Сонда мен түсінгенім бойынша, сонда біз осы орталық Азия елдері, оның ішінде Өзбекстан мен Қазақстан және Әзербайжан мемлекеті, үш мемлекет қосыла отырып, жаңартылған энергия көздерін осы Европа нарығына шығару мәселесі ғой, онда әр жағындағы негізгі мақсат. Әрине. Жақсы. Онда қазір біз тікелей байланысқа, егер де мүмкін болса, Гүлбазар ханымменен тікелей байланысқа шыға аламыз ба? Өкінішке қарай әлі байланыс орнатылмаған екен. Онда біз қазір осы жобаға қатысты, осы меморандумға қатысты арнайы сюжетіміз бар еді дайындаған. Соны қазір тамашалап алайық, содан кейін ары қарай пікірталасымызды өрбітетін боламыз. Баку, КОП-29 дүниежүзілік климат саммитін қабылдаған Әзербайжан астанасында түркі жұрты үшін маңызды мәмілеге қол қойылды. Қасым-Жомарт Тоқаев, Ильхам Әлиев және Шавкат Мирзиёев үш елдің жасыл энергияны өндіру және беру саласындағы стратегиялық серіктестік туралы келісімге қол қойды. Мемлекет басшысы айтулы оқиға орнықты дамуға ортақ ұмтылыс болған тарихтың жаңа парағын ашқанын атап өтті. Стратегиялық серіктестік туралы келісімге қол қою Орталық Азия мен Оңтүстік Кавказ өңірлерінің үш жақты ынтымақтастығын дамытудағы маңызды кезең. Құжат елдеріміздің энергетикалық жүйелерін интеграциялау, сондай-ақ Еуропа елдері мен басқа да нарықтарға экологиялық таза энергияны жеткізетін сенімді дәліздерді қалыптастыру үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Мұнда Қазақстан ірі транзит аумағы ретінде үлкен рөл атқарады. Келелі келісімнің нақты нәтижелері үш елдің экономикаларын біріктіріп, орта дәлізді жасыл көпір ретінде дамуға ықпал етеді. Оған қоса мемлекеттер арасындағы тәжірибе мен озық технологияларды алмасуға серпін береді. Энергетикалық қауіпсіздігімізді нығайтуға да көмектеседі. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, көміртегі бейтараптығына жетуді көздейтін Қазақстан үшін жасыл энергетика маңызды бағыт саналады. Біз қазба байлықтарға тәуелділікті азайтуға белсенді түрде кірістік. Технологиялық инновацияларды дамытып, экологиялық орнықты өркендеуге демеу болатын инфрақұрылым құруға бет бұрдық. Қазақстан шетелдік серіктестермен жалпы қуаты 43 гигаватт болатын жасыл жобаларды жүзеге асыру жөнінде уағдаластыққа қол жеткізді. Бұл құжат Әзербайжан халқы үшін де маңызды. Ильхам Әлиев бүгінгі келісімдер үш мемлекет арасындағы бауырластық қатынасты жаңа деңгейге шығаратынын мәлімдеді. Сонымен қатар стратегиялық серіктестікті жаңа арнаға бұратынын жеткізді. Соглашение, которое мы подписали. Орталық Азия мен Кавказ өңірі көптеген мәселе бойынша, оның ішінде жасыл энергияны дамыту саласында бірлесіп әрекет етеді. Біз қайта жаңғыртылатын энергия көздері бағытында Қазақстан мен Өзбекстанның ауқымды жоспарлары мен қол жеткізген жетістіктері жайында жақсы білеміз. Ал Өзбекстан президентінің пікірінше, аталмыш келісім экономикалық мақсатты ғана көздемейді. Бұл болашаққа қосылған ортақ үлес. Экологическую значимость этого проекта. Аталған жобаның экологиялық маңызын ерекше атап өткім келеді. Желден, күннен алынатын қуат климаттың жұмсаруына әсер етеді. Осы арқылы біз Париж келісім аясында климатты қорғау жөнінде бірлескен күш-жігерге қолдау білдіріп, орнықты даму мақсаттарына қол жеткізуге атсалысамыз. Ордалы отырыста қабылданған құжат мұнымен шектелмеді. Мемлекеттер басшыларының қатысуымен бауырлас елдер жасыл энергияны дамыту және беру саласындағы ынтымақтастық туралы атқарушы бағдарламаға қол қойды. Бұл уағдаластыққа тараптардың энергетика министрлері және Сауд Арабиясының ведомство басшысы қатысты. Бекзат Аманов, Аружан Шуақбай, 24 KZ, президент телерадио кешенінің көмегімен. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір енді осы бекітілген меморандумға байланысты біз Бакуде сапарда жүрген Гүлбазар Медиева ханымға сөз кезегін берейік. Экология және табиғи ресурстар министрлігінің өкілі. Гүлбазар ханым, жалпы осы жобаның, осы меморандумның ары қарай жүзеге асатын негізгі тетіктерін атап өтсеңіз, және оның экономикалық тиімділігіне байланысты өз пікіріңізді ғалым ретінде жеткізсеңіз. Қайырлы күн, әріптестер. Әрине өте үлкен дискуссия мен талқылаулар болып жатыр. Біздің Қазақстанның ұлттық павильонында осы басталған күннен бастап 27 шаралар жоспарланып, соның бүгінгі күні 3 күннің ішінде 8 үлкен шара өткізілді. Оның қол жеткізген негізгі нәтижелерінің бірі әрине біздің орталық Азия мен Батыс Азия елдерінің арасындағы меморандумдарға трансшекаралық келісімдерге қол қойылып, су ресурстарын қалай тиімді пайдалануға болады деген негізгі әрине бұл КОП-29 конференциясы жылда өткенмен әр жылда өзінің мақсаты әртүрлі. Қазіргі мақсаттың
негізгісі ол әрине энергетика саласының басым қарап, соның сұрақтарына соны жақсы өту жолдарын, жаңартылған энергия көздерін қабылдау жолдары қарастырылды. Жәнегі бұл конференцияның негізгі мәселесі алдыңғы конференцияда да болған зардап шегетін немесе көп осы климаттың жылу температурасы көтерілген сайын мемлекеттердің барлығы зардап шегеді, сондықтан оларға қаржылық жағынан көмек беру деген мәселе әрдайым күн тәртібінде болғандықтан, бұл коп конференциясында осы біздің ұлттық павильонда, жәнегі сіз атап өткенде меморандумдардың Ислам банк даму меморандумы 1 миллиард ақшаға қол қойылып, су ресурстарының тиімді пайдаланулары бойынша үлкен жұмыстар шараларын алға қойып отыр. Ғалым ретінде айтайын дегенім, әрине су ресурстарының министрлігі біздің Қазақстанда енді жаңадан құрылғаннан кейін бізге кадр мәселелерін, өзіміздің ішкі мәселелерге байланысты кадрлардың дайындауды күшейту, осы су жабдықтарының нақты су мамандығы бойынша істейтін біздің кадрлардың жетіспеушілігі әрдайым алдыда тұрады. Себебі біздің халықаралық жасыл технологиялық орталығы мен инвестициялық жобалар орталығы әрине бір жыл бойы осы жасыл экономика сұрақтарын зерттеуде негізгі келетін тіректерінің бірлігі кадр жетіспеушілігіне келіп соғады. Әрине қазақта мақал бар ғой, негізгі жақсы жұмысты жүргізу үшін оның негізгі құрал жабдықтары дұрыс болу керек дегендей. Сондықтан менің ойымша ғалымдардың да осы технологияларының алдыға қарай осы жасыл технологияларды ендіруде негізгі болатын кедергілердің бірлігі, біріншісі ол әрине өздерінің ғалымдық нәтижелерін инвесторлардың тілінде жеткізе білу. Ол барлық жерде де көтерілетін мәселе. Біздің ғалымдардың ізденістері өте үлкен, өте күшті. Оны қазіргі таңда да біздің министр, ғылым және білім министрлігі де айтып жатыр. Ғалымдардың жалғыз енді ғана осы Қазақстанның бейтараптандырылған 2060 жылға дейінгі нәтижеге жету үшін Қазақстанның ғалымдарының өндіріске бағыттау керек. Біздің орталық, халықаралық жасыл технологиялық орталығы осы өзінің құрылған күннен бастап 2700 кәсіпорынды зерттей келе, олардың нақты ең үздік қол жетімді технологияларға өту қағидаттарын экологиялық кодекс бойынша біз сол алаңды зерттеп келеміз. Әрине, біздің министрлік, экология және табиғи ресурстар министрлігі өте үлкен жұмыстар жүргізіп, біздің саяси тұрғыда және оның әлеуметтік жағында қарастыра отырып, біздің ұсыныстарымызды заңнамалық түрде, нормативтік құжаттар түрінде әрдайым қолдау жасап жатыр біздің орталыққа. Сондықтан мен ойлаймын, осы қазіргі өтіп жатқан климаттық конференциясында көбінесе басым келетін, бізге жеткіліксіз болып тұрған сұрақтың шешімдері барлығы инвестиция мен қаржы мәселелеріне келіп тірелгендіктен, осы өздерінің тарапынан белгілі бір шешімге келеді деген ойдамын. Осы көрме барысында қандай келісім шарттар атап өтуге болатын қол қойылды, және инвестиция тарту бағытында жаңа жобалар мақұлданды ма, немесе келісім шарттар жүргізілді ме соған байланысты? Әрине көптеген келісім шарттарға қол қойылды. Атап айтатын болсақ, жәнегі мен атап кеткен трансшекаралық келісімдер су ресурстарын қорғаудағы байланысты Батыс Азия елдерімен бірге келісімге қол қойылды, меморандумдарға, және де бірігіп біздің саммит жаңадан осы коп конференциясында сапалы және санды жетістікке жету деген келісімдерге байланысты біздің Қазақстанда да жобалық офис құрылып, соған арнайы инвестицияларды тарту жөнінде мақсаттары белгіленді. Сондықтан әрине осындай үлкен 198 мемлекеттің қатысуында болып жатқан біздің ұлттық павильонда өзіміздің жүргізіп жатқан жұмыстарға байланысты көптеген келісім шарттар мен келіссөздер жүргізіліп, меморандумдарға қол қойылып жатыр. Жақсы. Рахмет, Гүлбазар ханым, сіздің мәліметтеріңізге, берген ақпараттарыңызға. Қазір онда біз тағы да байланысқа шығып тұрған спикеріміз, экономист Айбар Олжаевқа сұрақтар қойсақ. Айбар мырза, жалпы енді жаңа атап өткен Қазақстан, Әзербайжан және Өзбекстан президенттері қол қойған меморандумға байланысты сіздің де пікіріңізді естісек, жалпы бұның
осы мемлекеттерімізге пайдасы қандай? Жалпы мына жасыл экономиканы дамытудағы біздің алдағы жоспар жобаларымызға байланысты пікіріңіз жеткізсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы біз қазір жаңартылған энергия көздеріне инвестиция тарту бойынша үлкен өзімізге мақсат қойып отырмыз. Оның біздің электр генерациясында 15%-ға жеткізудің өзінде үлкен инвестиция керек. Біз енді шын мәнінде бюджеттің қазіргі жағдайын ескере отырып, өзіміздің осы жасыл энергетиканы тек қана сырттан келетін инвестициялар есебінен жақсы, ішкі және сыртқы инвестициялар бар, сонымен жақсы көтере аламыз. Бірақ ол үшін бізге регуляторлы және белгілі бір нарықтық ортаны жасап қою керек. Онда бізге өзіміздің транзитқа шығатын нарықтармен, басқа елдермен жаңағы меморандумдар жасап қою керек. Әрине. Ол меморандум қолында болса, барлық құжаттар қолында болса, онда инвесторлар келеді. Мына мемлекеттің шынымен басқа мемлекеттермен келісім бар екен. Қазақстанға электроэнергия қойып, жаңағы вие бойынша жасыл энергия, одан кейін жаңағы жоғарғы тарифпен, енді әңгіме жоғарғы тариф болып тұр ғой. Нені Европаға сатсақ, транзитпен шығарсақ, онда жоғарғы тарифпен сатылады. Сонда олардың инвесторлары тез арада өздерін ақтайды. Сол үшін бізге жаңағы меморандумдар керек. Бізге ол жаңартылған энергияны көтеру тек қана жаңа инвестиция салып, одан бір қандай да пайда көру емес. Бізге әңгіме мына ESG повестка деген бар қазір. Әлемде болып жатқан кім жаңағы көмір нені карбон нелерді жақпай азайту. Азайтып экологияға бой бет бұра басса, сол мемлекет прогрессивті, сонымен жұмыс істеуге болатын, жаңағы ол жаңағы белгілі бір элиталық инвестициялық ахуалға әсер ететін жағдай ғой. Міндетті түрде әсер етеді. Сол ESG повестканы бізге өзіміз барлық құжаттар қабылдағанда соны істегенбіз. 2060-ға болған декарбонизация түгел, қазір атом бар, бар, күн, жел, осының барлығы осы жалпы мақсатпен істеп жатыр. Біз жаңағы неден қалып қоймау керекпіз, жаңағы артта қалған елдер. Барлығы осының негізі осы идеологияның аясында барлық жаңа біздің жасап жатқан келісім шарттарымыз, инвестициялық жаңа аукциондар өткіземіз, осының барлығы жалпы осы глобалды осы жұмыстың аясында жұмыс істеп жатыр. Жақсы. Айбар мырза, жалпы енді осы жасыл экономиканы дамыту бағытында бір жағынан сіз енді осы салаға қатысты мәліметтер, сараптамалар жасап жүрген маман ретінде енді қандай түйткілдер бар? Тағы да қандай мәселелерге біз қазір назар аударуымыз керек? Енді бізде жаңағы осы жаңартылған энергия көздеріне потенциал жақсы. Ол жел потенциалы, жаңағы күн потенциалы. Енді өте бәріміз жаңағы көңіліміз күтіп отқан Хайразия 1 деген Свен Круктың Маңғыстаудағы жасыл гидроген сутегі өндіретін жобасы, жобасы 50 миллиард долларлық жоба. Егер ол барлық жаңа кезеңдерден префинт кезеңі бар, бәрінен жақсы өтетін болса, және жаңағы Свен Крупп бізге 50 миллиард доллар инвестиция алып келсе Маңғыстауға, ол жаңағы біздің елімізді мүлде бір жаңа бір кезеңге көтереді. Негізгі соны күтіп отқан солымыз бар. Екінші жағынан бізде бір белгілі регуляторлық орта жоқ деген әңгіме жоқ. Біз барлық заңдардың бәрін, заңнамаларын, ережелерін инвесторларға бір тартымды нәрсені бәрін жасап қойдық негізі. Әрине бізде кішкене инфрақұрылымдық нелер бар. Бізде барлық жерде инфрақұрылым дайын емес. Кейбір жерлерде біраз инвестицияны көбірек салуға тура келеді. Бірақ мемлекеттің оңандай ниеті бар. Инвесторларға кез келген жобаңызды алып келіңіздер, дайындауға дайынбыз. Сатып алу бойынша, аукциондар өткізіп беру бойынша барлығын ашық жасап қойған. Сол жағынан бізде заңнамалық жағынан проблема жоқ. Енді бізге осы халықаралық ірі топтардың бір сеніп келгені ғана керек. Инвесторлар керек дейсіз ғой негізгі салаға. Енді ішкі инвестиция жағдайы жақсарып қалды. Қазір көп инвесторлар кішкентай ГЭС бойынша, кіші малы ГЭС деп аталады. Содан кейін жаңағы шағын жаңағы күн емес, жел электр станциялары бойынша жақсы ішкі инвестициялар бар. Компания құрылып, олар аукционда өздерінің тарифтерімен жеңіп алады, сол сатып жатыр. Ол жақсы не. Енді бізге қандай ірі жоба керек те, Маңғыстауды көл дамытатын, ол тек қана үлкен алпауыт компаниялардың жаңа синдикатталған жаңа заемдар дейді, соның арқасынан жүзеге асады. Бізге осындай үлкен бір шараларды іске асыру керек. Жақсы, Айбар мырза, сізге де көп рахмет. Онда хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Мен келесі сұрақтарымды Руслан мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы енді жаңа аукцион арқылы осы инвесторларды табу деген мәселе, жобаларға аукцион арқылы, әсіресе осы жасыл энергетикаға қатысты мәселелерге байланысты аукциондар өткізу арқылы инвесторларды немесе жобаны жүзеге асырушыларды тарту мәселелері қазір қолға алына бастаған екен. Біздің елімізде енді бұл енді әлемдік тәжірибеге сәйкес жүзеге асып жатқан дүниелер ғой. Соның қазіргі бағыты қандай? Қандай алғашқы нәтижелер бар осы бағытта жүзеге асып жатқан жұмыстардың? Жалпы елімізде мынау мемлекетаралық меморандумдар мен келісім шарттарға қоса бізде өзіңіз айтып өткендей аукциондық сауда-саттық тәжірибесі кеңінен орын алуда. Бұл негізі аукциондар Қазақстан Республикасында 2018 жылдан бастап
қазіргі таңда жүріп жатыр. Жалпы осы 2018 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 2,5 мың мегаватт мөлшерінде күн, жел, су және мынау биогаз электр станцияларын салу жаңа жобалары аукционнан өтті. Бұл аукциондарға жалпы мынау жақын және алыс шетел мемлекеттерден былай айтатын болсақ 13 мемлекеттен 200-ден астам инвесторлар қатысты, 90-нан астам келісім шарттарға қол қойылды. Бүгінгі таңда осы аукционнан ұтып алған жаңа жобалардың қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүруде. Енді биылғы жылдың өзінде айтатын болсақ, өкілетті орган энергетика министрлігінің жоспарына сәйкес 1270 мегаватт жоспарланған болатын болса, соның бүгінгі таңға 971 мегаватты аукцион арқылы өтіп, ол бойынша өзінің жеңімпаздар танылып, келісімшарттарға қол қойылды. Бұл жерде енді аукционның қорытындысымен үш нәрсе белгілі болады. Бұл бірінші аукционды ұтып алған жеңімпаздың аты жөні. Одан кейін аукциондық баға, содан кейін аукциондағы өткізілген қуат. Енді бағаға келетін болсақ, бұл жерде мынау енді аукцион түсінікті және жаңағы ашық түрде өтеді. Бұл мынау Карем акционерлік қоғамының электрондық жүйесінде жүзеге асырылады. Оған айтып өткендей әлемнің әр түкпірінен осы жүйеге тіркеліп кез келген инвестор қатысуға мүмкіндік алады. Бұл арада енді баға мәселесін реттеу мәселесі қызық екен. Бұл қалай шешіледі? Бұл аукционнан алғаннан кейін оған бір арнайы талап қойыла ма? Бұл жерде талап қойылғанда жер тапсыру мәселесі бар, және осы жерге байланысты осы жаңадан салынатын жоспарланған электр станцияның қосылу нүктесі. Кигок акционерлік қоғам болсын, болмаса басқа да жергілікті энергия таратушы кәсіпорындарының жаңағы қосалқы станцияларына қосылу. Осы мәселелер осы жоспарда қаралғаннан кейін, осы жерде енді әр инвестор өзінің енді жаңағы алдын ала техника-экономикалық негіздемесіне сәйкес өзінің заманауи жаңағы қондырғыларын пайдалана отырып есебін шығарып, осы аукционға ең соңғы минималды осы аукционнан өтіп, ары қарай салуға, одан әрі пайда табуға деген мүмкіндігімен қатысады. Аукцион бағасы төмендеу сатысымен жүреді. Беру керек қой. Өздері анализ жасап, соған жаңағы тікелей эфирде онлайн түрде жүреді ол аукцион. Әрқайсысына ойлануға уақыт беріледі. Ол жерде әр баға төмендеген сайын, мысалға бәсекелестік тікелей жүреді бұл жерде. Сол себептен әр инвестор өзінің мүмкіндігіне қарай соңғы минималды бағасын береді. Мысалға енді біз мониторинг жұмыстарын жүргізгеннің өзінде, мысалға қазіргі таңға осыдан 2 жыл бұрын жел электр станциясын аукционнан ұтып алу минималды бағасы 13 теңге көлемінде болса, осы ағымдағы жылы осы жел электр станциясы 7 теңге көлемінде ұтып алу фактісі орын алуда. Бұл дегеніміз осы аукционның өзінің осы тиімділігін, жаңағы бәсекелестіктің болуын, соған қатар мынау инвесторлардың осы жақсы экономикалық тиімді құрылғыларды жоспарлап осыған салу мүддесі болатын. Бұдан кейін аукционды ұтып алғаннан кейін келісім шартқа отырып, ол жерде мемлекет өз жағынан 20 жыл ішінде осы электр энергиясын сатып алу жөнінде кепілдік береді. Демек, аукционға қатысқан, аукционды ұтып алған инвесторлар ертең осы жобаларды іске асырғаннан кейін бұл электр энергиясын қайыққа сатам деген мәселе туындамайды. Бұл жерде бір аукционның үлкен артықшылығы. Тұтынушы нақты бар дейсіз ғой, мемлекет. Тұтынушы нақты бар, бұл жерде бірыңғай сатып алушы деген бізде мемлекеттік мекеме бар. Осы мемлекеттік мекемемен келісім шартқа отырып, осы мекеме жаңағы айтқан уақытта осы жобадан шыққан электр энергияны сатып алады. Жақсы, енді бұл арада жаңа сарапшыларымыз да атап өтті ғой, қазір енді отандық инвесторлар да осы салаға тартылып жатқандығы белгілі. Жалпы енді осы үлестері қандай, мысалға отандық инвесторлар көп қатысып жатыр ма, әлде шетелдіктер көп қатысып жатыр ма? Осы шағын жобаларға болсын, енді ірі жобаларға да қатысты. Енді бұл жерде айтып өту керек, бұл жерде біз мысалға аукцион 4 тип бойынша өтеді. Жаңа айтып өткенде күн, су, жел және биогаз бойынша. Бұл жерде біздің отандық инвесторлар көбінесе мынау су электр станцияларына көптеп қатысуда. Көп қатысады, Бұл бізде 4 облыста өтеді: Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарында. Енді осы жерде жаңағы инвестордың, жергілікті инвесторлардың мынау табиғи қазбаға, бұл жерде жаңа өзенге, басқаға қол жетімділігі болуына байланысты, жақын болуына байланысты, көбінесе енді бұл жерде Ресейден де қатысады, Қытай Халық Республикасынан, Европа елдерінен қатысып жатқандар бар. Әсіресе мына жел энергетикасына қатысты жүзеге асып жатқан жобаларға қай мемлекеттерден жиі қатысушылар өтініш береді?
Ресей мемлекетінен, Қытай Халық Республикасынан, Германиядан, Сингапур, бірыңғай араб әмірліктерінен қатысып жатқандар бар. Жақсы. Енді қазір бізге жаңа ғана бізбен байланыста болған Гүлбазар ханым тағы да бір жаңалықтары бар екен, бізбен бөлісетін. Сөз кезегін Гүлбазар ханымға берейік. Жәнегі тағы да іске қосылған осы көрменің барысында және осы іс-сапардың кезінде жүзеге асып жатқан тағы да қандай жаңа жобалар бар, сол туралы бір мәліметтеріңізбен бөліссеңіз. Рахмет. Қазір Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігі елдің ауыл шаруашылығы секторындағы көміртегін кредиттерін есептеудің негізгі халықаралық стандартқа бейімдеу мақсатында Формекс және Chapter Zero Қазақстан аралығында үлкен меморандумға қол қойылды. Бұл дегеніміз не? Яғни Формекс экожүйелік регенеративтік егіншіліктің негізгі инновациялық әдістемесін қолданады және көміртегі несиелерін есепке алу үшін блокчейнді қолданады. Осының барлығы біздің ұлттық айқындалған үлестің шеңберіндегі іске асырылатын көміртекті және оның жою саласындағы алғашқылардың бірі болып біздің мемлекет есептелініп, ол 90-шы жылдағы деңгейден негізгі Париждік келісімшарт бойынша белгіленген 2030 жылы 15%-ға жету мүмкіншілігін бізге жасайды. Осындай меморандумның негізгі бізге тигізетін әсерін сіздермен бөліскім келді. Және де қазіргі таңда айтып отырған Қазақстан Республикасының экология және табиғи қорлар министрлігі тарапынан бізге жоба офисі құрылғаны өте үлкен көмек болады. Себебі сол жобалық офис бойынша жәнегі біздің алдындағы спикерлердің айтып кеткен мәліметтерінің көбісі сол инвесторларды тарту туралы осы климаттық офис арқылы орталықтандырылатын болатын жолдары, механизмдері кішкене оңтайландырылады. Және де тағы да бір айтып кететін, осы 2014 қарашада біздің түркі мемлекеттер ұйымымен және мүше мемлекеттерінің осының барлығы қоршаған ортаны қорғау мақсатында экология мәселелеріне жауапты министрлерінің ең бірінші отырысы өтті. Осы алаңда ол кездесудегі негізгі нәтиженің бірлігі ол жәнегі барлық климаттық мәселелерді шешуде, қоршаған ортаны тазалауда, оны жақсартуда барлығы күштерінің біріктіру туралы ең маңызды мәселелер қарастырылды. Және осы тараптардан басқа көп сұрақтар биржадан тыс аймақтағы экологиялық проблемалармен күресу мәселелері бойынша пікір алмасты. Және кездесу барысында осылардың барлығы биоалуан түрлілік және климаттың өзгеруі саласындағы түркі мемлекеттерінің ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қазір өкінішке қарай және солардың барлығын декларацияға қол қойылды. Жақсы, рахмет Гүлбазар ханым. Сізге осы Бакуде өтіп жатқан осы көрмеде негізгі еліміз тарапынан қатысып жатқан делегация барысында қол жеткізілген келісімдер туралы мәлімет бергеніңіз үшін тағы да көрермендеріміздің атынан ризашылығымызды жеткіземіз. Сонымен әрі қарай талқылауымызды жалғастырайық. Жалпы келесі сұрақ мен Рүстем мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы енді осы әрі қарай енді жасыл энергетиканы, жаңартылған энергия көздерін дамыту бағытында мемлекеттің қазір алдында тұрған қандай жоспарлар бар, қандай жобалар бар? Сол бағытта енді әрі қарай әңгімемізді қозғасақ, қазір жүзеге асып жатқан қандай сәтті жобаларды атап өтуге болады? Енді осы және Бакуде өтіп жатқан COP29 климатында тағы да бір бізде үлкен бір келісімге қол қойылды. Ол біздің үкіметімізбен және де Біріккен Араб Әмірліктерінен белгілі Маздар деген компаниямен Жамбыл облысында 1 гигаваттық жел электр станциясы құрылысына қатысты инвестициялар туралы келісімге қол қойылды. Бұл дегеніміз өте үлкен ауқымды шара болып есептелінеді. Өйткені бұл жобаның аясында жаңадан жұмыс орындары құрылатын болады, инвестиция тартылатын болады. Одан бөлек бұл тек қана жел электр станциясының құрылысы емес, ол деген жаңа технологияларды қолдану болып табылады. Өйткені мысал ретінде энергияны сақтау жүйелерін салатын болады. Батареяларды былайша айтқанда. Ол мысалы жаңағы 1 гигаваттық қуат станция болса, кемінде 30% осы батарея жаңағы қамтамасыз етіледі.
300 мегаваттық жаңағы батарея орнатылатын болады. Одан бөлек бізден бұрын осы француз мемлекетінен Total компаниясымен тағы да осы Жамбыл облысында 1 гигаваттық жел электр станциясының құрылысы жоспарлануда. Және де Қытай Халық Республикасымен үкіметаралық келісімге қол қойылды осы Бакуде. Ол екі компания China Power және Energy China компанияларымен жаңағы осы жел және күн электр станциялары салынатын болады. Жалпы осы әлемде климаттың өзгеруі өте ахуалды мәселе болып тұр ғой. Сондықтан біздің мемлекетіміз бұған үлкен назар аударып отыр. Өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек. Және біз Париж келісіміне жаңағы мүше ретінде өзіміздің жаңағы 15%, 50% деп айтып жатырмыз ғой. Сол мақсаттарымызға жету барысында осы жаңағы Руслан мырза айтып кеткенде аукционды ары қарай жалғастыратын боламыз. Және 7 теңгеге түсіп жатыр деп айтып отыр ғой. 22 теңге. Тарифте төмендеп жатыр ғой сонда. Тариф 22 теңгеден 7 теңгеге түсу деген ол өте жақсы тиімділігін көрсетті. Мемлекеттің үлкен жетістігі болып табылады. Өйткені ол дегеніміз инвесторлар осы бағаға өздерінің инвест жобаларын іске асыра алады деген сөз. Яғни біз мемлекетіміз сондай жағдай жасап отыр инвесторларға. Осы саясатымыз, осы жаңартылған энергия көздерін ары қарай дамыту саясаты жалғастырылатын болады. Жақсы. Енді Алмас мырза, келесі сұрақ өзіңізге. Жалпы енді мына электр энергиясын дамыту және энергияны үнемдеу институтында да осы жасыл энергетиканы дамытуға байланысты тағы да қандай жаңа жобалар, ғылыми зерттеулер, сараптамалық жұмыстар жүзеге асып жатыр? Біздің институт тарапымыздан энергия тиімділік арттыру жағын қарастырамыз. Мемлекет басшысы 2023 жыл бекіткен тұжырымдамасында 2023-2029 жылдарға арналған жылдарға дейін 15%-ға дейінгі энергия тиімділікті арттыру қажет. Біз сол салада нормативті құқықтық актілер бойынша заң жобаларына өзгерістер жасау бойынша жұмыстар жасап жатырмыз. Онымен қоса анализ жасаймыз, мониторинг жасаймыз. Бүкіл Қазақстан көп пәтерлі үйлер, тұрғын үй секторлары қазіргі уақытта энергияны көп тұтынады. Және өнеркәсіп секторлар өте көп тұтынады. Сол себепті осы мемлекет басшысы бастап отырған әрекеттің барлығы оң әсер тигізеді деп ойлаймын мемлекетімізге. Жасыл энергетика дегенімізге тоқтала кетсем, ол яғни қоршаған ортаға теріс әсерді азайтатын энергияны өндіру және пайдалану болып табылады. Жасыл энергетиканың өзінің түрлері бар. Бірінші түрі ол күн энергиясы, яғни күн панельдерін орнатып және пайдалану арқылы күн энергиясын өндіру. Екіншісі жел энергетикасы, яғни жел турбиналары арқылы энергияны өндіріп алу. Енді мынандай бір мәселе, Алмас мырза. Жалпы енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, мына өндіріс орындарында шынымен де енді кәдімгі электр энергиясын пайдаланады ғой. Жылу электр станцияларынан да пайдаланатын кәсіпорындарымыз көп. Енді осылардың ішінде біз енді мына жаңа күн жүйесін, күн батареяларын пайдалану арқылы да мысалға кейбір кәсіпорындарды ауыстыру соған деген сияқты бір жоспарлар бар ма? Мысалға енді бір үлкен деңгейдегі емес, мысалға шағын кәсіпорындар бар ғой. Соларға осыны ұсыну бағытында және олар оған қалай қарап жатыр, соны көшу бағытына ауысып жатыр ма жалпы? Қазіргі таңда ең басты себеп ол Совет үкіметінде салынған және орнатылған кабельдер мен оборудованиялар, ескі құрылғылар ғой. Ескі құрылғылар ол көп тұтынады. Сонымен қатар біз осы аталған өзекті мәселелердің алдын алу үшін тұрғын үй секторларында, например, тұрғын үй салушы компанияларға біз энергия тиімділігі бар кабельдерді пайдалану, құрылғыларды орнату бойынша қазір жұмыстар жасалынып жатыр. Ұсыныстар жасалады. Ұсыныстар жасалынып, біздің еліміздегі мәжіліске өзінің ұсынымдарымызды жіберіп отырмыз. Заң арқылы реттеу керек деген. Заң арқылы, әрине. Сонда оларға енді осы жасыл энергетиканы пайдалану бағытында жобаларды да іске қосыңыздар деген талаптар енгізіле бастайды ғой енді. Әрине. Жақсы. Енді Руслан мырза, келесі сұрақ өзіңізге. Жалпы жаңа қазір әлем елдерінде, жалпы мына Европа мемлекеттері болсын, осы салаға, осы жасыл энергетикаға инвестиция бөлу бағытына қазір назар аударып жатыр. Енді бүгінгі келісімдердің барысында да және Бакуде өткен жиында да мысалға бірқатар ірі банктер, ірі инвестициялық топтар да қазір осы бағытқа назар аударып жатқандығы белгілі. Осы бағытта енді біз тағы да қандай жұмыстарды қолға алуымыз керек? Жалпы жаңа жобалардың көкжиегі туралы әңгіме қозғасаңыз. Жалпы енді қазіргі таңда бұл Қазақстан Республикасында ғана емес, жалпы әлемде
ну, экологиялық мәселе үлкен күрделі мәселе болып тұрғаны белгілі. Себебі мынау енді заман дамыған сайын тұрмыстық жағдайда мынау завод фабрикалардың көптен белең алуы бұл өзінің жаңағы экология кері септігін тигізбей тұрмайды. Әрине. Сол себепті жаңа өзіңіз айтып өткендей негізі бұл жерде әр тұтынушы мысалға үйден бастап осы жаңартылатын энергия көздерін пайдалану керек деп есептеймін. Себебі бізде мынау нетті тұтынушы деген бізде нормативтік құқықтық акт бар. Бұл жерде мысалға мәселен кез келген жеке тұлға өзінің үйіне күн батареяларын электр станциясын қойып, мысалға сол электр энергиясын пайдаланатын болса, оның өзі пайдаланып, қалған пайдаланбағанын электр желісіне сатуға мүмкіндігі бар. Бұл заң бойынша бұның барлығы жасалған, иә? Қазіргі таңда нормативтік құқықтық қабылданған, бірақ дегенмен енді бұл жерде бізде енді тұрғындар бұны өзі кең көлемде пайдаланбай отыр. Өткен себебі бізде жаңағы электр энергиясы дайын тұрған энергия көздері бар ғой. Дайын тұрған бар, дұрыс айтасыз, біздерде мысалға мынау көмірден, газден шығатын электр станциялары мынау орталықтандырылған үйге әкеліп беріп тұрғаннан кейін жаңағындай қосымша қойып. Оған қызығушылық танытпауы мүмкін. Бұл мәселе мысалға шет мемлекеттерде қатты дамыған, себебі ояқта мынау коммуналдық жүйелерге баға өте қымбат. Сол себептен олар барынша үнемдейді және барынша осы табиғаттың сыйын пайдаланады. Себебі бұл жаңағы бұл үздіксіз процесс ғой, жаңартылған энергия көздері деген. Сол себептен осы нәрсені кеңінен пайдаланса, бұл деген өз тарапынан экономикалық жағынан тиімді, және бұл жалпы республиканың экономикасына мынау көптеп электр станцияларын салуға, көптеп электр желілерін салуға қажеттілікті төмендетеді. Әрине. Себебі сол себептен осы әр тұрғын мақсатында, әр тұтынушы мақсатында осындай жаңағы көптеп жаңартылатын энергия көзін пайдалану болатын болса, бұл жерде бұл өзінің оң септігін тигізетін еді. Жақсы, рахмет. Қадірменді спикерлер, сіздерге осы хабарымызға қатысып, өз ой пікірлеріңізбен, ұсыныстарыңызбен бөліскендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Шынымен де бұл арада жаңа көптеген мәселелер, енді біз бұрынғы ескі жаңағы электр энергетикасы деген сияқты жүйелерменен осы бағытта жұмыс істегеннен кейін кәсіпорындарымызды да тікелей осы энергия көздері арқылы тұтынушыларды да сол арқылы қамтамасыз етіп отырмыз ғой. Сондықтан да бізде әлі сол қалыптасып жатқан үрдіс бар. Сондықтан да бірақ енді мына жаңа заманауи үрдістерге байланысты экологиялық мәдениетті қалыптастыру арқылы және қарапайым өзіміздің үйде тұрған үйімізде де осы мысалы күн батареясын немесе жаңа жел станцияларының тетіктерін пайдалану арқылы да өзіміз энергияны үнемдеуге болатындығын алдағы уақытта экологиялық мәдениетті қалыптастыру арқылы қарапайым тұрғындарға түсіндіру арқылы бұл межеге де қол жеткізуімізге болады деген ойдамыз. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирді тізгіндеген Еркін Байғабұлы әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.